Дипломмен ауылға жастарды жұмыспен қамту мемлекеттік бағдарламасы 2009 жылдың шілдесінен бері іске асырылып келеді. Осыған байланысты Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті жанындағы колледж қабырғасында жиын өтті. Жастар бастамалары орталығы ұйымдастырып отырған бұл шараға 40-қа жуық студенттер қатысты. Биыл дипломмен ауылға бағдарламасына агроном мамандығы бойынша қызмет атқаруға болады. Шараға қатысушыларға бағдарлама аясында жас маманға баспана беріліп, алдын ала өтемақы төленетіндігі айтылды. Поддерживаясь концепцией, бүгін біз колледж студенттерімен кездесу өткізіп отырмыз. Оған бірінші және екінші студенттер қатысады. Барлығы 40 адам қатысады. Бұл шараны ұйымдастырып отырған себебіміз жас студенттермен жұмыс жайлы сөйлесіп, олардың қызығушылығын арттыру. Сондай бағдарламалардың бірі дипломмен ауылға бағдарламасы. Биыл бұған көптеген өзгерістер енгізілген болатын. Алдағы уақытта өңіріміздегі 10 колледж студенттерімен кездесеміз деген ойымыз бар. Луиза Елубаева Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті жанындағы колледждің 3-ші курс студенті. Дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша қызығушылық білдірген студенттердің бірі. Оның сөзінше жоғары оқу және колледж студенттері үшін бұндай бағдарламаның болғаны үлкен көмек береді. Это большая возможность. Мен Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті жанындағы колледждің студентімін. Бүгін біздің колледжде ерекше кездесу ұйымдастырылып отыр. Бұл кездесу барысында дипломмен ауылға бағдарламасы жайлы сөз қозғалды. Қазіргі таңда жаңа оқу орнын бітірген студенттер үшін барлық жағдай жасалған. Солардың бірі баспана беріп, жалақылары жоғары болады. Сонымен қатар кездесу барысында студенттерге жат ағымдар, діни секталар жайында бірнеше ақпараттар айтылды. Қазіргі таңда діни ұйымдардың алдауына түсіп жатқан адамдардың қатарында жастар көптеп кездеседі. Соған сәйкес студенттер назарына теріс кету жолдары атты видеоролик көрсетілді. Я сегодня буду проводить Мен бүгін бұл кездесуде тренинг өткізетін боламын. Бұл тренингте жас студенттердің жат ағымдағы секталарға, ұйымдарға алданып қалмауға шақырамын. Сонымен қатар осы тақырыпқа байланысты видеоролик көрсетілетін болады. Жалпы Солтүстік Қазақстан облысы жастар бастамалар орталығы осындай кездесулерді өңіріміздің 10 колледжінде өткізуді жоспарлап отыр. Мұндай кездесулер 15 қарашаға дейін жалғаспақ.